Тағдыр тауқыметі. Оқу жылы аяқталып қалған болатын. Аяулым бүгін бір ерекше көңілдеді. Себебі барлық сабағын өте жақсы деген бағаға аяқтап, сүйікті ата-анасынан сүйінші сұрауға асығып бара жатқандай. Үлкен ағасы ерлікке де балмұздақ шоколад алып бер деп еркелеп мойнына асылатын болдым деп қуанышы басылар емес. Бірақ аяулымның бұл қуанышы ұзаққа бармады. Себебі ол үй ауласына жақындағанда есік алдындағы бөтен топырлаған адамдарды көріп кілт тоқтай қалды. Есін жинай алмай абдырап тұрғанын жанына жедел жәрдем көлігі келгенде ғана байқады. Жалма-жан ішке қарай беттеді, өз көзіне өзі сенер емес. 19 жыл өмірінде ол кісілерден артық, ол адамдардан жақыны болмап еді ғой. Тіпті ағайын туыстарымен де жөнді араласпайтын үйдің ерке қызы не жыларын не күлерін білмей қалды. Мәпелеп өсірген әкетайы мен анасы ана өмірге аттанып кетіпті. Қалай дейсіздер ма? Аяулым еш нәрсе білмегенімен әкесінің үлкен көлемде қарызы бар болғанын көрінеді. Жанкесер жауыздар сол қарызының өтеміне аяулымды тол жетім етіп, зар еңіретіп жылатып қалдырған екен. Басқа салса көнесің демекші, күндер өтті, айлар өтті. Әке шешесін жер қойнауына тапсырып аяулым жалғыз қала берді. Ал ағасы ерлік сол үлкен қазадан кейін көрінген жоқ. Ағасы қайда, не істеп жүр, неге келмейді? Аяулым бұл сұрақтарға жауап таба алмады. Оқуды тастап кетті. Ата-анасынан қалған кішкентай шағын үйде жалғыздан жалғыз тұра берді. Туған туыстар тек 40 күндік намазысын берісімен алыстап кетті. Осылай жүріп 4 ай уақыт өтті. Аяулым үйінен тәтті нан, шелпек пісіріп, вокзалға барып сатып, солай ақша тауып күн көрді. Күн жексенбі еді. Аяулым ол күні жұмысына бармады. Үйін тазалап, кілемдерді қағып, біраз тазалықпен айналысты. Кеш бата дүкенге шығып, қайтар жолда жанына бір шетел иномаркасы келіп тоқтады. Сәлем қарындас, Қайдар деген кісінің үйін іздеп жүр едім. Осы маңда деп түсіндіріп еді. Жол көрсетіп жібересіз бе? Жоқ, танымаймын. Аяулым қысқа қайырды. Негізінде Қайдар аяулымның әкесі. Сол әке шешесінің басын жалмаған жанкеспелер шығар деп үрей бойын билеп алды. Қарындас, өтініп сұрайын, тығыз шаруам бар еді деп сұлу жігіт қыздың жолын кеспектеп тұрып алды. Танымаймын дедім ғой. Аяулым жүгіре жүріп үйіне жеткенше асықты. Таң атты. Әдеттегідей тәттілерін пісіріп алып азанғы пойызға шықпақшы. Уақытқа қарап еді, кешігіп барады екен. Жалма-жан киініп сыртқа шығып такси тоқтатты. Қазір пойызды жіберіп алсам еңбегім қор кететін болды ау деп күйіп пісіп тұр. Еш такси өтпей бір қырсық шалды. Негізінде ертерек шығып қанша алыс болса да бәліштерін қымтап орап алып жаяу баратын. Бүгін кешіккен өзі де байқамай қалды. Түнімен елеңдеп қорқып жатқаннан болар бәлкім. Осындай алып ұшпа ойының жетегінде тұрғанында кешегі иномарка сигнал басып жанынан өте шықты. Аяулым сасқанынан артына қарап алып, қадамдарын тездетіп үйіне қарай жүгіріп кетті. Бір қорқып, бір тәуекел деп отырып, пойыздың жүрер уақытының болғанын білді. Қаншама пісірген нандары тәттілері бос кетпесін деп далаға аңдып шығып, бәрін көршілердің балаларына таратып келді. Енді аяулым сыртқа шығуға қорқып үйде тығылып жата берді. Бір кезде есік қағылмасы бар ма? Көршілер емес, себебі олар улап-шулап жүреді. Жай кішкентай балалар емес, себебі соққысы нық әрі қатты естілді. Жүрегі ұшып, не істерін білмеді. Есік соғуын тоқтатпады. Ақырын барып, жөнін сұрады. Мен, деді бейтаныс дауыс. Кім керек? Деді. Одан да қатты жиіліп қоя берді. Кім керек деймін сізге? Ерліктің досымын, аяулым, аша қойшы есікті. Ерлік жіберді мені, дегенде ғана жалма-жан есікті ашты. Сәлем, сұлу қыз. Кешелі бері шошып қорқып жүрген шетелдік көліктегі жігіт. Аяулымға ерекше бір ықыласпен жымиып қарап тұрды. Сәлем, ерлік қайда? Ағам қайда? Аман есен бе өзі? Сізбен бірге келді ме? Қайда деймін? Жауап берші деп аяулым жылап жіберді. Қанша айдан бері хабар ошарсыз кеткен ағасын ұзақ күткендігі, жан қиналысы ішіне сыймай қатты қиналғандығы Руслан досының жүрегіне батып кетті. Тыныштал, аяулым, тыныштал, бәрін айтам, сұрағыңның бәріне жауап берем, тек мені үйіңе кіргізші, деп тағы да жымиып аяулымның көңілін аулағысы келді. Ерліктің досымен бірге келмегеніне көзі жеткен аяулым Русланды үйге кіргізді. Шәй демдеп қалған тәттілерін дастарханға қойып, аяулым бар құрметін жасауда. Ағам жайлы жақсы хабар айтады ау деп, бейшара қыз жүгіріп жүр. Жөн сұрасып біраз үйренгеннен кейін Руслан әңгімесін бастады. Аяулым, қалқам, мені мұқият тыңда.
Аяулым осы сөзінен ақ селк ете қалды. Ерлік менің жақын досым. Басыңа қандай жағдай түсіп, жағдайының қаншалықты ауыр екенін білемін. Қасаңа ортақпын. Мені тыңдашы, тек шошымашы, жарай ма? Ерлік қазір Ақтөбе қаласында абақтыда жатыр. Тыңда, шошымашы енді. Кішкентай қыз емессің ғой. Мен сенен еш шындықты жасырмай айтамын. Тек сен ақылмен тыңда. Осыдан 1 жеті бұрын ерлікке барып қайтқан болатынмын. Сен маған досымның аманатысың. Әке-шешесінен бірдей айырылу оңай емес. Ол сол кездегі оқиғаны естіп, әкеңнің қарыз болып қалған адамына барған. Осы күйікпен жүріп, сол кісіні дәл солай бақилыққа аттандырды. Әке-шешесінің қаны үшін кегін алды. Басында қашып жүрді, тығылды, бірақ ерлікті тауып алып қамап тастады. Жағдай осылай. Енді айтайын дегенім, аяулым. Мен сенің қасыңда үнемі бола алмаймын. Сен өзіңе сақ бол. Әлгі кісінің адамдары сені іздеп жүрген көрінеді. Мына үйді сатуға шығарып, 1-2 күннің ішінде бір шет жердегі елді мекенге көшіп кетуің керек. Ұқтың ба мені, деп сөзін аяқтады. Аяулым біраз есін жинай алмай, естігенін жетік түсіне алмай үнсіз отырды. Руслан бөлген жоқ, себебі қаншалықты ауыр екенін түсініп-ақ тұр. Не үшін мына жалғанда жалғыз қалатындай, еш арқа сүйер жанашырым болмайтындай не жаздым Аллаға? Алла, осынша ауыртпалықты маған жүктей салғанын қалай, деп еңіреп жылай бастады. Жағдайды енді түсініп, енді есін жиғандай. Руслан жұбатып әлек. Аяулым ақылды қыз, ағасының ісіне еш ренжіген жоқ. Себебі өзі де сол кекті қоса алғандай бір күй кешті. Бірақ қайда барады? Кім пана болады? Әлі түсінер емес. Руслан жаман жігіт емес екен. Сөзі нық, басқанызы айқын еді. Аяулым тек ағасының досына сеніп артынан ере берді. Үйді сатты, дүние мүлкін көршілеріне үлестіріп тастап кетті. Қолында тек бір ғана ала дорбаға заты болды. Олар жолға шықты. Руслан аяулымды қаладан тыс, өте алыс бір ауылға алып келді. Ол ауылда тек 16 ғана отбасы тұрады екен. Руслан қарындасын бір әжейдің үйіне орналастырды. Азық-түлік пен азын-аулақ ақшасын әжейге беріп, жағдайын айтып, аяулымды орналастырып кетіп қалды. Ендігі аяулымның өмірі осы шағын ғана ауылда өтетіні көңіл көншітті. Себебі өзі де қорқақтап жүріп тыныш ұйықтаудан қалған қыз, әжеймен де қалған көршілермен де жақсы тіл табысып кетті. Уақыт өте берді, күндер жылжыды. Сол ауылда оқымаған, тек мал бағуды кәсіп еткен Азамат есімді жігіт болды. Жасы 25-ті шамалайды. Ал қалған ауылдастар, ата, әжелер, сосын кішкентай балалар болды. Үйдің балалары есейіп бойжетсе, бірден қалаға кетіп қалады екен. Тек Азамат қана мал бағып, осы ауылдың қорғаушысы, панасы деген атқа ие болған. Азамат аяулымды қарындасындай сыйлап қамқор болып жүрді. Бірақ кейіннен қалай сезімі оянып ғашық болғанын аңғармай қалды. Арада тағы 1 жыл өтті, бәрі жақсы, бір қалыпты болатын. Күндердің күнінде Руслан келді аяулымға. Ол арасында хабарласып тұратын. Бүгін еш ескертпестен ауылға келді. Аяулым қуанды, ағасын көргенде қатты қуанды. Аяулым, қалада бәрі тынышталды, жүре ғой, қайтамыз, ағаң апарайын, сені сұрап жатыр. Аяулымның қуанышында шек болмады. Жалма-жан жиналып жолға шығайын деп жүргені сол еді, далада ауылдың бар адамы жиналып алыпты. Көздерінен қимастық байқалады. Аяулым бәрімен жеке-жеке қоштасып, өзінің әжесіне үлкен алғысын жаудырып жатты. Бірақ ауылдастар арасынан Азаматты байқамады. Айналасына бір қарап өтті де, таба алмаған соң қымбат көлікке отырып кете барды. Ол кезде Азамат сүйіп қалғанына толық көзі жетіп қоштасуға көңілі де оламай, тасада тығылып, жай сыртынан қарап шығарып салған болатын. Ақтөбе, әдемі қала, үлкен-үлкен ғимараттар, адамдар, әрлі-берлі қимылдаған көліктер, қала тынысын көрмегелі көп болған. Аяулым өткен шаққа, студенттік кезіне бір сәт оралғандай терезеден көзін алар емес. Түр сұлбасы қорқынышты бір ғимараттың алдына тоқтады. Ішке Русланмен бірге кірді. Сәл уақыт өткен соң, ерлікті сол баяғы мойнына асылып еркелейтін жан ағасын көрді. Көзі жасқа толып сағынышын сол жасымен сездіретіндей. Тек үндемейді. Бір сөз айталар емес. Қатты құшақтағысы келді, бірақ түрме ережесінде ол жоқ болып шықты. Темір тордың ар жағында ағасы тұр. Шаршаған, реңі қашып әбден қиналған ағасының жан дүниесі аяулымның одан бетер жылауына себеп болды.
Тек қолдарын ұстап, бетін сүйіп, ағасы да көзін жасаурап қарындасына жан қиналысын білдірмеуге тырысуда. Әлі үнсіздік, тек ымдап сырласқандай жалғыз айтқан сөзі: өзіңе абай болшы бұтам, жыламашы, мені кешірші. Зәулім сарайдай салынған бір керемет үйдің ауласына келіп тоқтады. Тамаша екен, айналаның бәрі қымбат дүниелер, қымбат жиһаздар. Таң қалып келеді. Бірде Руслан аяулымға қарап: бұл менің туған ағамның үйі, кел жайғас деді. Отыра бергені сол еді, жоғарғы қабаттан бірнеше адамның дауыстары мен аяқ жүрістерінің дыбысы естілді. Русланның ағасы, жеңгесі және оның әке-шешесі екен. Сонымен аяулымды осы үйге жатқызатын болып, сол жерде бәрі мәз-майрам болып ақылдасты. Руслан жолға шығып аттанып кетті. Аяулымның сол сәттен бастап құлдық өмірі басталды. Аяулымның байқағанындай, Русланның ағасының үйі емес, әйелінің қолына кіріп алған екен. Өте бақуатты адамдар көрінеді. Жеңгесі де үйдің жалғызы, еркесі өте қатыгез, нашар адам болып шықты. Тек ағасы ғана адамгершілігі бар, биязы адам еді. Аяулым көнді, бәріне көнді, себебі барар жері болмады. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шықты. Бар жұмысы аяулымға қарап бір тыным таппады. Осылай жүріп күндер өте берді. Ағасына өзі де барып тұруды әдетке айналдырды. Ағасымен бірге болғанына қуанып, алданып келеді. Бір күні үйлеріне қонақ шақыратынын және қолынан келгенше дастархан жаюын тапсырды. Аяу қашпады, бар білетін жасап дастарханды жайнатып қойды. Қонақтар келді. Ол асханада ыдыс жуып жүргенде қасына орта бойлы, қыр мұрынды, көзі домаланған, қалың қасты сымбатты жігіт келіп тұрды. Аяулым сәл қысылып, ұялып қалды. Жігіт сөз бастады. Осы үйдің қызметшісің бе? Жоқ, олай емес. Енді неге ыдыс жуып жүрсің? Есімің кім? Русланның қарындасы деп естідім, солай ма? Иә. Жақын танысайықшы, менің арам ойым жоқ, тек танысқым келеді. Міне осылай басталды. Алғашқы әңгімелері аяулымның жасы 20-дан асып 21-ге қарап қалған шағы. Танысты, жақсы жігіт болып шықты. Үйіне әлсін-әлсін кіріп, көңілін өзіне бұрып алды. Аяулымның туылған күні жақындап қалды. Қайдан екені белгісіз, оны Қанат біліп алыпты. Туылған күн дегенді тойламайтын болғанға үйреніп қалған қыз бұл жолы да үн-түнсіз жұмысын істеп жүре берді. Межелі күн туғанда Қанат келіп бір шоқ гүлімен аяулымды қуантты. Үйіндегілер қызды жақтырар емес. Әр қайсысы бір келіп қитырқы сөздермен тиісіп кететін. Аяулым бақыттымын деп ойлайтын, себебі Қанат түрлі сыйлықтармен қуантып, сезімін білдіріп басын айналдырып қойғанды. Арада тағы 2-3 ай уақыт зымырап өтіп кетті. Әбден сенімге кіріп алған Қанат бір күні аяулымды қалаға қыдырып қайтуға шақырды. Үйіндегілерден ыңғайсыз болады дегеніне қарамай қалаға алып шықты. Сенсіз өмір сүре алмаймын, саған үйленемін, балаларымның анасы боласың деген сөздер аяулымға артта қалған бар ауыртпашылықты ұмыттырып жібергендей болды. Бұл жағдайда ол я ағасына, я Русланға айтқан жоқ. Сол күні екеуі жақсы қыдырды. Көрмегенді көріп, әбден қуаныштан жылап жіберуге азақ қалған аяулым Қанатқа: Қанат, менің жағдайым сен ойлағандай оңай емес. Менің басымнан не өтпеді десеңші. Мен жалғызбын, туған ағам түрмеде жатыр. Әке-шешем жоқ, туыстарым да. Қалай ғана менімен бірге боламын дейсің? Жауап берші, деп терең күрсінді. Айым, ботам, күнім, мен бәрін білемін. Маған бастысы сенің адалдығың, нәзік жүрегің болса болды. Әлі-ақ бақытты боламыз, деп аяулымды одан бетер өзіне сендіріп баулап алды. Сол кештен кейін Қанат қоңырау шалуын сиретіп, үйіне мүлдем келмейтін болды. Аяу қоңырауын күтіп жүріп, шыдамай өзі хабарласты. Қалайсың жаным? Жақсы. Қайдасың, амансың ба? Менде шаруаң болмасын, жүрмін да. Не болған саған? Хабарсыз кеткеніңе алаңдап жүрмін. Ештеңе болған жоқ, басымды қатырмашы. Телефон тұтқасын қоя салған Қанатты аяулым еш түсінер емес. Арада 10 минут өткен соң қоңырау түсті. Қанат екен, қатты қуанып кетті. Алло, жаным. Ау, ботақаным, сол. Ренжімеші, мұнда бір шаруалар болып қалып еді, қатты айқайлап жібердім бе? Ренжімеші, алтыным, сол. Жоқ, жаным, бәрі жақсы, тек сен аман болшы. Тыныштық па? Жай, майда шүйде тірліктер ғой. Қайдасың? Үйдемін, қазір апам келеді жұмыстан, тамақ пісіріп жүрмін. Ей, жаным, сол менің ақылдым ғой. Қашан менің әке-шешеме осылай тамақ пісіресің? Құдай бұйыртқан күні. Қашан бұйырар екен, білмейсің бе? Мақұл, онда бұлай жасайық. Менде жақсы ой бар. Мына жақтағы жұмыстардан да шаршап кеттім. Сенің қасыңда болғым келеді.
Бүгін мен сені аға жеңгемен таныстырам, сосын қарындасыммен, сосын папа мамаммен, келістік па? Сәл ыңғайсыздау емес пе? Жоқ жаным, сені ертерек таныстырып, ертерек үйленгім келеді. Аяулым көзіне жас алды. Алла, сансыз шүкіршілік, мен бақыттымын. Сағат 6-ны шамалап келеді. Қанат 1-2 минуттарда есікті қағып кіріп келетіндей күтіп отыр. Әдемі болып киініп іштей дайындалып отыр. Өзін қалай ұстау керектігін, қалай сөйлеу керектігін қайта-қайта күбірлеп қобалжып барады. Қанат та келді. Үйіндегілерден аяуды сұрап алып шықты. Сәл көлікпен қыдырып, қаланы аралап шықты да бір үйдің алдына келді. Машинадан түсе беріп еді, жанына бір келіншек жетіп келді. Өзін әрі бір нәрсе деді. Қанат жоқ деп қайтарып жіберді. Жүр жаным, дайынсың ба? Я, кеттік. Қолынан ұстап 3-ші қабатқа қарай көтерілді. Қанат бүгін ерекше көңілді, әйтеуір алып ұшып қуанып тұр. Соған қарап аяулым қуанды. Әйтеуір не керек, үйге келді. 3-ші қабатта темір есіктің қоңырауын басып еді, үн шықпады үйден. Сосын қолымен есікті соғып-соғып тоқылдатқанда, есік кілттенбеген екен деп өздігінен ішке қарай ашылып кетті. Үйде жан баласы жоқ екенін біліп тұр.